Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз мұңлық зарлық ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Бір күні Шаншархан биік тауға шығып келе жатса, жартастың түбінде бір бала ұйықтап жатыр екен. Баланы көрген Шаншархан аттан түсіп, оны бас салады. Сонда бала атып тұрып, ханды анадай жерге лақтырып жібереді. Хан жылап ауылына келеді. «Құдай-ау, баланы тауға да тасқа да бердің», деп жылайды. Сонда әлгі қырық әйел Мәстек кемпірге хабарлайды. Оны естіп, Мәстек кемпір өзі тауға барады. Өздері тастан жасаған үйде қыз отыр екен. Мұңлық киік аулап кетіпті. Келе жатқан кемпірді көріп, қыз есікті ішінен бекітіп қойыпты. Кемпір келіп, «Зарлық қызым, аш есікті», дейді. Қыз есікті ашпай қояды. Онан кейін кемпір, «Сендерді баққан қожаң мен едім. Есік ашпадың. Енді мұңлық келген соң айт, күнбатыс жаққа Күлмес ханның Күлсара атты күлгін қызы бар. Құлагер ат деген аты бар. Соларды барып алсын деп айт», деп кетеді. Ол кеткен соң қыз қараса, жақын жерде кемпір жоқ. Ол бізді баққан қожа екен ғой, деп ойлайды. Кешке мұңлық та келеді. Қыз, «Қожа келіп кетті. Күлмес деген ханның Күлсара атты қызы, Құлагер деген аты бар екен. Соны барып алсын деді», депті. «Ой, ол әлгі бізді суға тастаған Мәстек шығар», деді. «Жоқ, жоқ, ол емес», деді. «Сен соған бар енді, алып кел». Онан соң мұңлық бірнеше жылға жарайтын азық жинап берді де, өзі жол тартады. Арада неше күнде жол жүреді. Бір күні биік таудың етегіне жеткен кезде, әбден шаршап, аяғы үйіп, бір бастаудың басына келіп жата кетеді. Сонда ұйықтап жатқан кезде түс көреді. Түсінде ақ шалмалы қожа келіп, «Келдің бе балам, іздегенің мына таудың астында», дейді. Ояна келсе түсі екен. Аяғы да жазылып, өзі де тынығып қалыпты. Тұра салып, таудан асып келе жатса, алдынан 40 уәзірін ерткен Күлмес хан шығады. «Әй балам, жолың болсын, қайда барасың?» дейді. Сонда бала, «Күлмес ханның Күлсары қызын, Құлагер атын алайын деп келемін», дейді. Хан күліп жібереді де жүріп кетеді. Сонда уәзірлерді сұрайды. «Тақсыр, сіз өмірі күлген жоқ едіңіз. Мына түгі жоқ тақыр, өзі күйген, өзі жалаң бот, жалаң аяқ, бала аузына келген оттап еді, сонша қатты күлгеніңіз не?» деп сұрайды. Сонда, «Мен неге күлгенімді ертең түсте айтайын», дейді хан. Сонымен бала жүріп отырып шәріге кіреді. Аралап келіп бір дүкенге бас сұғады. Айнаға қарап тұрып, неше түрлі киім киеді. «О, бұл маған жараспайды екен. Ана үйге барып сабымен әбден жуынайын», деп ойлап, айнаны біршама киімді жіпке буып алып, арқалап дүкеннен шыға береді. Дүкенші айғай салып еді, ел жиылды. Дүкенші барып ұстап еді, бала бір ұрғанда ол өлді де қалды. Кім жақын барса, соны бір-бірімен өлтіре берген соң, ел болып жиылды. Арқалаған киімді жерге қоя салып, шайқасып еді, 10-15 адамды өлтіріп, бір жерге үйе берді. Онан соң бүкіл ел болып қашып кетіп, өзі ғана қалады. Онан кейін киімін арқалап үйге келіп, суға түседі, қашқан ел қанға келеді. «Әй Тақсыр хан, бір қырғын ажал келді. Талай-талай адамды қырып, төбе-төбе ғып үйіп кетті», дейді. Сонда дәл түс кезі еді. «Әй уәзірлер, ол кешегі бала ғой. 40-да барып, хан қызында, атында береді деп шақырып келіңдер», депті. «Жарайды», деп 40 уәзір келсе, бала үйде шомылып жатыр екен.
Әй, жүр, хан шақырып жатыр, қызын да атын да саған беретін болды, дейді. Сонда мұңлық: әй, бері келіңдер, аттан түсіңдер, дейді. Уәзірлер аттан түседі. Бала бәрін де шап беріп ұстай алып, қырқын да бір жерге үйіп тастайды. Сонда шулап жылап: бізді қоя беріңіз, деп жалынады. Сонда бәрінің қолына артына байлап, бір атқа өзі мініп, қалған аттарды уәзірлерді қосып, ханның ордасына айдап келеді. Хан оны көріп қарсы алады, бір жақсы үйге кіргізеді, уәзірлерін босатып: ал уәзірлер, кеше осы уақытта маған неге күлесің деп шу ете қалып едіңдер? Кәне қандай екен, сезіңдер ме? Деп сұрады. Сонда уәзірлер: тақсыр, мына баланың сұрағанын түгел дей беріңіз, десті. Сонда хан: бұл бала оңай бала емес, қасиетті бала, Шаншар ханның баласы. Бір мәстек кемпірдің зияны тиіп, осындай халге ұшыраған еді. Мен соған күлдім, деді. Сонымен қызын да атын да бермек болады. Күн батқан соң жеңгелері қыздың отырған үйіне келсе, қыз жоқ, киімі терезенің көзінде сыпырылып қалыпты. Қыздың өзі жоқ. Ханға қыз жоқ деп хабарлайды. Сөйтсе, ол қызға бір дәу ғашық екен. Арасында бір мәстек кемпір жүреді екен. Сол кемпір хабарласып, сол дәу өзі келіп терезеден қолын тығып суырып алып кетіпті. Ол қызды дәудің алғанын білген уәзірлер: ал не істейміз, әскерлермен барып алып келейік, дегенде уәзірлері шу ете қалады. Тақсыр хан, келген күйеу өзі барсын, депті. Сонда хан: қой, күйеуді өлтіріп қойса обал ғой. Уәзірлер шу етіп: өлсе өлсін, депті. Ал ендеше әкел құлагерді, деп ерттеп, күйеуді шақырып алып, жағдайын айтып, жалғыз өзін жібереді. Сонда уәзірлер: бір денесіне 1000 жаны болса да, енді өлді деп есептей бер, деп қатты қуанады. Сонымен жүріп келе жатса, алдында үлкен су бар екен. Құлагерді қатты ұрып жіберіп, шу деген кезде шауып келіп, бірақ қарғып түседі. Сонан кейін ары қарай кетіп бара жатса, бір төбе аспанға ұшып қайтадан орнына түсіп тұр екен. О сұмдық-ай, мына жақтың төбесі ұшып көкке шығып, қайта орнына түсіп тұрады екен ғой, деп ойлайды. Сонымен әлгі төбеге келсе, бір қыз шыға келеді. Төбенің астынан келіп амандасады. Сөйтсе, әлгі ханның қызы осы екен. Әй қыз-ау, мына аспанға ұшып тұрған төбең не? Деп сұрайды. Бұл ұйықтап жатқан дәудің мұрнынан шыққан лебі, сол үшін ұшып қонып тұр, дейді. Сен ханның қызы екенсің ғой, дейді де, мына дәулікпісің, әлде мендікпісің, шыныңды айтшы, дейді. Қыздың жауабын күтпестен үйге түседі. Қараса, дәу ұйықтап жатыр екен. Дәудің ат басындай шоқпары тұр екен. Оны алып, дәуді басқа бір періп қалады. Ол: мына не деген шыбын, деп маңдайын бір сипап қойып жата береді. Онан соң далаға шығып, құлагерді мініп, дәудің аяғынан байлап алып, сүйретіп ала жөнеледі. Сүйреп тауға да, тасқа да, шеңгелге де, ағашқа да соғады. Әрбір жерде еті қалпақтай болып жұлынып қала береді. Құр сүйегі ғана қалады. Сонда дәу: әй, деп айқай салады. Ең болмаса басымды бір көтерт, армансыз өлейін, дейді. Әй, болмас, деп тоқтап аяғын шешіп босатыпты. Құр сүйек біраз тұрып, тұра келіп алыса кетіпті. Сонда 3 күн 3 түн алысады. Баланың қабырғасы қайысып, омыртқасы майысып, жығылар кезі болғанда, құлагер аты келіп, дәуді теуіп жібереді. Дәудің 2 аяғы сынып құлайды. Сонда келіп дәудің басын кесіп алады да, шауып отырып қызға келеді. Қызды артына мінгізіп алып, ауылға қарай тартады. Алдынан жаңағы су кездеседі. Шу деп келіп суға жақындағанда, атты ұрып жібереді. Ат шауып келіп, қарғып ар жағынан бірақ түседі. Сонда артқы 2 аяғы суға тығып алады. Сонымен үйге келеді. Хан аман есен келгенін көріп, қызына қосып 30 күн ойын жасайды. Қызын балаға қосып, қаншама мал, құл, күң беріп көшіреді. Көш бірнеше жыл көшіп келеді. Келе жатса, бір жақсы бастауға кез келеді. Жеріне адам баспаған екен. Әлгі жерде сонда қонып жатқан, ұйықтап кеткенде, түсінде ақ шалмалы қожа келеді. Әй шырағым,
Мынау жер сенің әкең Шаншар ханның қорық жер еді. Сен келіп қонып жатырсың. Ертең әкең көріп ашуланып кісі шаптырады. Сонда келген кісіге, нең бар менде, кет әрі, бұл жер әкем Шаншардың жері, деп айт депті. Сонымен таң атқан соң хан көріп, ана қорық жерге қонып жатқан кім, жылдан барып айдап кел, басын аламын деп ашуланады. Сонда шапқыншы шауып келіп, жүр, қорық жерге қалай қонып отырсың, хан шақырып жатыр дейді. Сонда мұңлық, бұл жер менің өз жерім, әкем Шаншар ханның жері, кет әрі, дейді. Шабарман не айтарын білмей ізінше қайтып келеді. Хан, әй, неге етіп келмедің деп ашуланады. Сонда Тақсыр хан, ол бала дәл сізден айнымайды екен. Бұл жер өзімнің жерім, Шаншар өз әкем, кет әрі деді. Сонан соң қайтып келдік дейді. Хан, онда өзім барайын деп қасына 40 уәзірмен өзі де келеді. Сол уақытта таудан барып қарындасы Зарлықты әкеп те қойған екен. Ал әкем Шаншар келеді дегенде Зарлық қыз, әке сенікі, шеше менікі, шешемді әкелмесе әке керек емес деп тығылып қалады. Сөйтіп тұрғанда хан да келіп, мұңлық әкесінің алдынан шығып қолынан ұстап амандасады. Сонда Шаншар, әй бала, әкең кім деп сұрайды. Әкем сіз, Шаншар дейді. Сонда қалай, жасыңнан менің қасымда болмадың ғой деп сұрайды. Қайдан болам, жаныңда туған күнақ жерге тегізбей мәстек кемпір суға атып жіберді. Қайдан жаныңда боламын әке-ау дейді. Сонда Шаншар хан аттан түсіп, бетінен сүйіп иіскеп, қызын шақырады. Сонда қызы, алдымен шешем керек дейді. Онан соң хан ауылға уәзірлерін шаптырады. 40 қатыннан барып 40 қасырық керек пе деп сұра. Сонда уәзірлер шауып келіп 40 қатыннан сұрайды. Олар 40 қысырақ керек, сауып ішеміз дейді. Сонда 40 қатынды 40 қысырақтың құйрығына байлап өлтіреді. Мәстек кемпірді алдыртып, мұрнын кесіп құнтитып, құлағын кесіп шұнтитты. Онан соң хан мұңлық Зарлықты 40 уәзірде түгелдей 7 ауылға келіпті. Баяғы 2 күшігі төбет ит болып қоян қырғауыл ұстап әкеп асырайды екен. Әлгі иттер келе жатқан адамдарды сезіп қуанып, сүйінші сұрағандай болып, әйелдің жуып қойған орамалын келіп ала қашыпты. Әйел, бір сұмдық болған екен ғой, бұл жерде қоян да қырғауыл да біткен екен, енді түк таппаған соң маған кезек келген екен ғой деп ойлап жүгіріп келе жатса, алдынан бір топ кісі келеді. Ұлы да, қызы да келіп көрседі. Шаншар да келіп көрседі. Сонымен үйіне әкеп 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Сөйтіп әйеліне қайтадан қосылады. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі қызықты ертегіні жібермес үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.